Биебау исі аңқыған, саумалға туған үрік көмек, татпағандарды таң қылған, қымыздың дамы бір бөлек. Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube желісінің көрермендері. Мен қазақ этнографиясы ғылыми зерттеу бөлімінің этнологы Рахымбекова Аюжан. Сіздерді шығыс қазақтарының этнографиялық мұраларының бірі болған тері өңдеу кәсібі, соның ішінде теріден жасалған көмекпен таныстыратын боламын. Көмек бие саууға арналған шикі теріден жасалынған ыдыс. Көнек сөзінің түбірі көн, тері деген мағынаны білдіреді. Көне түркі тілдерінде теріден тігілген сауғанда ұстайтын ыдыс, теріден тігілетін ыдыс, шелек, тері шелек деген мағыналарында кеңінен мәлім. Көнекті бие сауар кезде бауын білекке іліп, түбін тіреп тұрады. Біріншіден жеңіл болып келеді және екіншіден металл шелектер тәрізді даңғырлап дауыс шығармайды. Сол себептен де жылқы үркімей жақсы иіп мол өнім береді. Көнектен шошынған бие оңбас, көптен бөлінген үй оңбас деген сөз осыдан қалса керек. Көнектің жасалуына келетін болсақ, бұл көнек жылқының және түйенің жон терісінен жасалынады. Көнекті жасау үшін теріні түгінен айырып алып, оны түптеп және түбін тарамыспен тігетін болған. Және оның бір бүйіріне осындай түтік яғни мұрын деп аталады, осыны бекітетін болған. Оны бекітуінің мақсаты сауылған бие сүтін жаңағы теріден жасалынған сабаға құяр кезде жан-жаққа шашырамай ысырап болмас үшін. Барыңызда тұрған бұл көнектер музейге 2005 жылы тапсырылған екен. Біріншісінің сыйымдылығы 9-10 литр, 19 ғасырдың аяғына тиесілі. Бұны Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының тумасы, қазіргі таңда Нұр-Сұлтан қаласының тұрғыны, этнограф, зергер, коллекционер Сержан Мұратұлы Бәшіров тапсырған екен. Екіншісінің сыйымдылығы 5 литрді құрайды. Ол 19 ғасырдың басына тиесілі. Бұл ыдысты Монғолия Халық Республикасынан келген қандасымыз Мүсербайұлы Тұрымтай тапсырған екен. Тапсырушының айтуынша, бұл теріден жасалған ыдыс оның анасы Маулия Сергетай қызына тиесілі, және ол отбасылық мұра ретінде беріліп отырған. Қазақ халқында көнек жайлы дәстүр де бар. Бұл дәстүрді көнекке салар деп атайды. Қыз алуына құда түссе, келгенде жасалатын сал, қате-жора түрлері өтеді. Оның көпшілігі әдетте ойын-күлкіге, әзіл-қалжыңға құрылады. Соның бірі құйрық бауыр жегенде құдалар жасайтын кәдем. Құдалар келіп жайғасып, оларға қонағасы берілген соң, сол ауылдың бір әйелі үй ішіне, үй сыртына босатыс тәуіліп, оны дүңкілдетіп, құдалар көнегімді беріңдер деп дыбыстап қояды. Құдалар оның кәдесін беру керек. Егер олар естімеген болып немесе сылтау іздесе, әлгі әйел көнектегі суды үстіңе төгемін деп қорқытады. Сөйтіп, тиісті кәдесін алады.